Ал Айгүл, психологпен ұзақ жылдар бойы жұмыс істейсің. 10 жыл болды. Дегенмен 10 жыл, дегенмен сол 10 жыл бұрын ең бірінші рет баруыңа не түрткі болды? Қандай мәселемен барды? Орыстар айтады ғой, где тупик, там начало деп. Мен жеке өмірімде болсын, жұмысымда болсын, табысымда болсын, баламмен, шешеммен қарым-қатынасымда, достарыммен, жалпы қоршаған ортамен, мен енді ортада жүрген адам болғаннан кейін қоршаған орта бар. Барлық осы дүниенің барлығында менде бір мынандай нәрселер бола бастады. Түсініспеушілік көп, ұрыс көп, өкпе көп, бітпейтін бір жанжалдар, бітпейтін бір түсініспеушіліктер, ақшаның потогы жабық, өмір әйтеуір бір тауып жүрген сияқтысың, еште уақыт не жетпейді, ол не бір әйтеуір бір сондай бір замкнутый круг дейміз ғой, бір шыға алмайтын бір ештеңе ұнамайтын кезең болды. Бір дөңгелектің ішінде айналып жүре бергендей болдым, бір нәрсе қайталана беретін секілді. Баламмен де тіл табыса алмаймын, анаммен бірге тұрсам да бір үйдегі түсініспеушілік. Оның үстіне оның жасөспірім кезі ғой. Балаңда. Мен деп айтатын кезі, мектеп кезі. Өзінің еншісін сұрап жүрген кезі, мен деген. Сондай бір кездерде мен шаршап кеттім бәрінен. Одан кейін ойладым да, мен енді бұның бәрін егер мен қоршаған бәрі кінәлі, өзімнен басқа адам заттың бәрі кінәлі. Сосын бірдеңе десе жамандағышпын, бірдеңе десе ренжігішпін, бітпейтін бір дүниелер. Көбіне енді қандай сезімде жүрдің? Реніш сезімі көп. Реніш сезімі жеке басыңа ма? Көбіне? Бәріне. Бүкіл қоршаған ортаға айтып тұрмын ғой. Толмайды, ренжігішпін, ұрысқақпын. Сондай бір бітпейтін дүниелерде мен шаршай бастадым. Шаршағанда кәдімгі шаршадым да, бір күн ойладым, осының барлығының бір бітетін уақыты бола ма? Тосқаулы бола ма осы дүниенің? Кілті қайда екен деген бір сұрақтар қоя бастадым. Сөйтіп жүргенде өзімен өзім бір психологиялық кітаптарды сатып ала бастадым. Сондай бір әңгімелер естіп қалып жүрдім. Менде бір жақсы қасиет, әйтеуір жағалауымдағы болып жатқан әңгімелер, кездескен адам, кездесіп естіп қалған дүниенің бәрі тегін емес екендігін бір расшифровать ете алатын, білмеймін, бір әйтеуір бір қасиет бар. Сөйтіп естіп қалған кітап жазып аласап, сатып алып, сөйтіп оқи бастадым. Сөйтіп ең алғаш оқыған кітабым әлі есімде, Валерий Синельниковтың «Возлюби свою болезнь» деген кітап. Енді көп психологиялық кітап өкінішке орай орысша ғой. Соны оқыған кезде әр ауруыңды жақсы көр, мына ауру мынадан, тәкаппарлық деген мынандайдан болады, ол саған мына жолға апарады, анау мына жол дегендің бәрін оқыған кезде бірдеңе түйсігіме бара бастады. Мынау деген керемет дүние екен ғой деп. Бұрын әкеме ренжідім дегенді көп айтатынсың, сұхбаттарда да жылап қалып. Ал мына кеудеңде тұрған, тамағында тұрған, өксік болып тұрған қандай реніш болды? Болмаған балалық шақ үшін бе, әлде бір керек кезінде әке деп еркелейтін, шашынан сипайтын, маңдайынан иіскейтін? Мен әкемді, әке болмай қалды ма? Әкемді негізі осыдан бірнеше жыл бұрын былай саналы түрде кешіргем. Әкем ғой кешіру керек деп, бірақ жүрек кешірмеген екен. Ол кезде бір арамыз қайта үзіліп кетті. Ол неше жыл бұрын білмеймін, ұмытып қалдым. Ал мына кейінгі кешіру, жүрекпен келіп кешіру деген сұмдық тәтті екен. Ал енді мен шынымен әкем қасымда болған жоқ. Біріншіден мен анам екеуінің арасында бүкіл конфликтіні бала кезде көрдік. Жасқан кезде де келіп сондай конфликттер болғанда көріп, сон бәрі жазылып қалған ғой. Одан кейін анаңның айтуы бар, оның барлығы енді анам өз қарасымен айтады, балалық көзқараспен емес. Соның барлығы мынандай кәдімгі тауға айналған ғой. Демек күні кешеге дейін сен өзің әкең ретінде емес, анаңның күйеуі ретінде ғана таныдың, иә? Анамның күйеуі ретінде. Сондай көзқараспен қарап келдің ғой. Сондай көзқарас шығар. Енді реніш деген сұмдық болды. Тіпті қарасам бірге тұрып жүрген мамама да ренішсім, әкемнен көп екен. Мен соны білдім. Баламмен мама қандай реніш? Соны былай қарасаң жоқ сияқты ғой. Сен былай көрсең, мамам, тәтем дейсің. Балалық реніш, жаңағы ана жерде былай, мына жерде былай деген бәрі миды тазалағанда шыға береді екен. Кішкентай Айгүлдерді көре бересіз. Кішкентай Айгүлдің ажыраспаса әкем қасында болатын еді дегендерде болды ма? Ол да болды. Соның бәрін тазалаған кезде мен сізге айтайын, маған ақшаның потогы ашылды. Жұмысым орнына түсті. Ырысым көбейді. Денсаулығым түзелді. Мен бұрын есіңізде болса 2 күннің бірінде ауру болатын. Есіңізде ма? 2 күннің бірінде ауру. Мен ауру деген атауымен ұқтым. Және де осы 1 ай бұрын мен жаңағы неге щитовидкамды барып УЗИға түсірдім.
сөйтсем маған врач айтады, сіз мынандай жаста щитовидкада 2-нің бірінде проблема болады дейді, бірақ сіздің щитовидкаңыз таптаза. Қызық, таңғалып тұрмын дейді. Сіз әртіс болғаннан кейін, наверное, ешкімге ренжімейсіз, сол үшін таза шығар дейді. Мен айтамын, жаным ау, ренжігеннің көкесі менде болатын. Соның бәрін жылдар бойы жұмыс жасап шығарғандықтан шығар. Қазір мынау щитовидкамның өзі таптаза дегенде врачтардың бәрі таңғалды. Және де мынау Музарттың студиясында Паша бар ғой, звукорежиссер, сол Пашаға барып бір әнімді жазсам, Айгүл, сен не істеп жүрсің даусыңмен дейді маған. Сен бұрынғы даусың жоқ, ашық, сондай даусың полетный дейді. Ән айтқанда самғап шығады, не істеп жүрсің дейді. Мен айтамын, ештеңе істеген жоқпын, просто папаммен табыстым дейді. Осындай әңгімелер қызық. Баламмен де бір арада конфликтлар болады. Ол да менің басымдағы жаңағы дүниелерге байланысты екен. Блоктар бар, не керек, барлығын ерінбей мусорды тазаладым ғой, әлі тазалап келе жатыр, бірақ көбісін шығардым. Сол кезде білесіз бе, мен өзіме бір сұрақ қойдым. Көп достарымнан кешірім сұрадым. Чаки, мен сізден де кешірім сұраймын. Мен сізге бұның алдында да бір SMS жазып та кешірім сұрағам, көргенде де кешірім сұрағам. Өйткені мен сол өзімдегі подавленный жүрген эмоциямның кесірінен, сол кездегі шешілмеген өзімнің проблемаларымнан мен жағалауымда өте көп адамды ренжіттім. Білем оны, өте көп адамды. Және де ол адамдарды, ол адам енді әркімнің өзінің арқалап жүрген ол несі ғой, жүгі ғой, ауыр несі, тасы. Әркімде бар біргем дүние. Бірақ мен сол өзімнің арқалап жүрген дүниемді өзім шеше алмағандықтан, анаған да эмоцияң шығады, мынаған да шығады, ол жұмыста да шығады, ол үйде, ол достың арасында. Мен айтамын, мені қоршаған ортам қандай жақсы көреді. Менің бүкіл проблемамды соларға қаншама төксем де мені көтерген ол махаббат қой олардың маған деген. Әйтпесе көтерем, әйгетші барар деп кетіп мен білем, қазір сенің сол аспан мен баяғы Айгүл жоқ, аспан мен жерде екен. Сен мен ренжіткен жоқсың. Мен саған ренжіген жоқпын, бірақ біз бәріміз білетіміз бірге жұмыс істеп жүрген кезде. Сен 5 минутта кәдімгі үндемесең болды, бәрін шығарасын да 6 минутта ұмытып кетесің. Ұмытып кетеді, менде кекшілдік жоқ қой. Кекшілдік жоқ. Бірақ соның өзіне ананың қасындағы адам көтерудің өзі оңай емес қой. Жаке айтыңызшы, оңай емес. Жарайды, ол сізде иммунитет бар. Ал қаншама жастар бар, қанша өзімнің қатарлас, өзім секілді өз проблемасын шеше алмай жүрген достарым бар. Ойлашы, мен мынау 2 күннің бірінде кешірім сұрап, сол кездерде сондай бір процесстен өттім. Ал қазір ара тұра әлі де сол өзім жақсы көретін адамдарымды көрсем, мен ылғи жақсы көретінімді айтып, кешірім сұрап тұрам. Мен осы ән мен әште көргенде де сізге соны айттым. Сіз мен полямда ылғи жүресіз, өйткені мен қатты бауырдан ауырып жатып қалғанда да қалтаңыздағы ақшаны да алып келіп үйге әкеп бергеніңізге дейін есімде. Мысалға, ондай сіз апа, әпке достар дейміз ғой. Қалай да сондай нәрсені, ол жақсы көргеннен болады. Ал мен тіпті соның қадірін білмейді, артық сөйлеген күндерім болған, мойындаймын. Сол нәрселердің барлығынан кешірім сұрадым, бір жеңілдедім өзімнің алдымда. Және ең көп анаға, әкеге пышақ салатын, жаңағы психологиялық тұрғыда енді образын айтқанда, жүрегіне ауыр жараны соққыны беретін бала екен. Мен соны түсіндім. Мен айтам, Құдай ау, менің қалай шешем әлі күнге дейін соның бәрін көтеріп келген. Ана махаббат қандай шексіз балаға деймін да, ата-ананың. Әкеңе ренішіңді түсініп отырма. Анаңа соншалықты қандай пышақ салды? Сол жаңағы баламды алып кеткен күндерім болған, ренжіп менің сондағы өзімнің эмоциялық шешемеген проблемамды мамама жаңағы Асюканың жас кезінде, кішкентай кезінде енді ауылда бағып отырған шешемді, баламды өзімше сонда бір болмайтын бір деңгейлерге бүйтіп қалдың, сөйтіп қалдың. Бірақ енді ол болмайтын үйдің тіршілігіндегі бір әңгімеге ренжіп болған, мен оның астындағы әңгіме басқа ғой, астындағы әңгіме. Мен білетін тәтем сенің ешқашан мен үстімді көрген жоқ, көрмейді де. Өйткені ол ана. Сен енді Асюканы өзің мен үстін көрмейсің ғой. Менің балам маған қарағанда прокачанный. Оның да бойындағы өкпе назы жетеді маған да, папасына да. Енді 10 балада да бір кем дүние бар ғой. Айтты ма саған? Маған 1-2 рет айтқан кезі болды. Ол айтқан кезде сен қалай қабылдайсың? Сен енді түсінбейді емес түсінесің. Мысалы, бұрынғы айтқанда қабылдамаған Жаке. Балаң саған астарлап қана қалжыңдап айтып қойса да, сен ар жақ төркінді түсініп қоясың. Жоқ, қалжыңдап айтқан емес енді. Балаңда бар ма өкпе? Бар. Сезесің ба? Осыдан өтірік айтпай қойын, 1 ай бұрын осы концерттен кейін ақ Алматыдағы берген маған балам айтты. Бір екеуміз документ жөніндегі, енді біз шығармашылық адам болғаннан кейін екеуміздің кино саласында бірге шығармашылық істейтін жұмыстарымыз бар. Сонда бір документке қатысты жұмыста мен түсіндіре алмаймын енді. Ол қанша дегенменен жете түсінбейтін баланың қатарынан емес, ол жас 25-те болса да ой 60-тағы шалдық сияқты кейде. Бірақ
жаңағы нәрсені мен түсіндіре алмаймын документке қатысты. Соны мама қалай түсінбейсің, ертең ол бітеді, өткізу керек деп айтып жатыр. Сонда қатты нұқып айтқан кезімде маған балам айтты: мама, мен тәрбиелейтін жастан өтіп кеттім, тәрбиелесең мені неге кішкентай кезімде тәрбиелемедің деп. Біріншіден бала кезінде қасымда көп болмаған бетіме айтып салды. Мен қабылдадым. Баяғыда мен тәрбиелеуімге кішкентай кезімде қасымда болуым керек еді. Мен тәрбиелейтін жастан өтіп кеттім. Кешірім сұрадың ба? Мен баламнан жиі кешірім сұрап тұрам. Кейде жаңа кешірім сұрасам шошып кетеді: мама қойшы, мен саған алғыстан басқа айтарым жоқ. Сен мен деген қанша әлемнің қанша мемлекеттің теңізінде болдым, қанша білім алдым сенің арқаңда деп айтады. Ол алғысын айтып тұрады. Мен кешірім сұрап тұрамын. Қасымда болмағаныма кешірші. Бірақ ода да көрдіңіз бе, әлі подавленный эмоция бар да. Кешірім сұрау деген сөздерді айтып отқан кезде ойыма бірдеңе оралды. Сені жалпы халық ашық жарқын адам ретінде таниды. Ал 2020 жыл олардың ойын өзгертетін бір оқиға болды. Лотерея ойнаттың да саған қарай бір қатты үлкен хейт кетті. Айгүл алаяқ деді. Оның басығасын мен де білем. Инстаграмда енді запыранның бәрін құсты. Сол кезде сені айтатынсың: ой, мен иммунитетім мықты ғой деп. Дегенмен қалай шықтың? Анадай сөзді естіп отыру оңай емес. Комментарийларды ол кездерде мен оққан жоқпын. Айтылып жатты, бірақ жаңағы поля дейміз ғой, биополямызды бәрібір тесуге шақ қалды. Жұқарды. Жүйкем емес, полямның жұқарғанын мен өзім жүрегім сезе бастады. Ондай кезде мен жаңағы өзімен өзім іштегі медитациям болсын, іштегі оқитын дұғам болсын күшейте бастадым. Бірақ сол жағдай сол жылы болу керек болды. Неге? Маған бір нәрсені үйрету үшін да. Өмірде менде дос жоқ, дұшпан жоқ. Менде кездескен адам бәрі ұстаз дейді. Болған бүкіл жағдай мен үшін ұстаздық етеді деп. Айгүл, бүгінгі әдемі бүкпесіз сұхбатың үшін үлкен рахмет.